балама қазақша сөйлеп келдім, қазақша үйретіп келдім бала кезінен, ертегі оқыдық, қазақша айттық, бүйттік, бірақ ол өсе келе бәрібір орысша сөйлеп кетті деп мен бір мін таға алмайды екен. Кейде ғана бір ақау береді, бірақ дәл сондай ұқсас ақауларды ол маған ағылшын тілінде де береді шындығында. Өте жақсы, өте қауіпсіз позиция, яғни қазақ тіліне өшу қаупі төніп тұр деп біреулер айғайлап жүрген кезде, мысалы, ол таза өтірік. Ағылшын тілі бұрын соңды болмаған басымдыққа ие болды. Моана 2 сияқты фильмдер әсіресе осы рекордтарды өте жақсы жаңартты. Дымда мәні жоқ. Сен Қазақстанда тұратын болсаң, айналаңда кілең толған қазақ, барда біреумен қазақша сөйлес, Құдай үшін. Сәлеметсіздер ме, біздің Ой таста подкастының құрметті көрермендері. Бүгінгі подкастты жүргізетін мен Арал Моралбек, және де бүгінгі подкастымыздың қонағы Назарбаев университетінің түлегі, зерттеуші, гуманитарлық ғылымдар магистрі, тілтанушы, Қазақ Бабл жобасының негізін қалаушы және құрылтайшысы Бейбарыс Ситақ. Подкастымызға қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет шақырғандарыңызға. Ой таста подкастының мақсаты бұл қазақ тілі жобаларды насихаттау және әртүрлі сала мамандарының сұхбат ала отырып, олардан тәжірибелерін алып, оқырмандарға шабыттандыратын, оларға зерделі ой тастайтын подкаст жобасын жүргізу. Алғашқы сұрақ: қазақ жері бірнеше ұлттардың тоғысқан мекені болды. Әртүрлі соғыс уақытында, депортация кезінде көптеген ұлттар қазақ жеріне келді. Осы біздің қазақ тіліміздің лексикасына, мазмұнына қалай әсер етті? Мысалы, біздің осы тіл өзіміздің ерекшеліктерімізге, тіліміздің сіңіріп кетуіне қалай сезілді? Негізі енді көбіне қайткен күнде 20 ғасырда бірінші кезекте контакт қазақ тілі мен орыс тілі арасында жүрген шығар, әлі де жүріп жатыр. Бүгін тіпті көбірек жүріп жатқанда болуы мүмкін, өйткені бүгінгі таңда билингвтер саны әлде қайда көп. Яғни бұрын қазақша білмегендер КСРО уақытында тек орысша сөйлеген адамдардың барлығы қазақша меңгере бастады, және керісінше орысша білмеген адамдар орысша біле алды. Яғни халықтың арасында нағыз араласу қазір болып жатыр. Ал 20 ғасырға қайткен күнде енді мысалы поляктар болсын, украиндер немесе депортацияланған шешен халқы сияқты болсын, қайткен күнде менің ойымша олардың тілі мен қазақ тілінің арасында тікелей байланыс жүре қойған жоқ. Яғни көбіне қайткен күнде олар қазақтармен де я қазақша, яғни қазақтардың тілін алып, қазақтардың тілін үйреніп, я КСРО-ның мемлекеттік сол кездегі тілі орыс тілінде тілдескен болу керек деп санаймын. Яғни мысалы, сондықтан бұл сол тұста бәлкім орыс тілінің деңгейін көтере түсті, халықаралық, этносаралық тіл ретінде. Жобамызға рахмет. Арқа өңірінің тілі бұл әдебиет атауы. Осы қазақ әдебиетінде осы Абай сынды тұлғалар осының негізін қалап кетті. Абайдың тілі қазіргі қоғам үшін түсінікті ме? Мысалы, оның шығармашылығымен таныс емес адам үшін оны қабылдау, оны түсіну қиынға соғады. Әрине, ол арқаның тілі дегенде енді қазақ тілінің жалпы өзі біркелкілеу, оны да біз жоққа шығара алмаймыз. Оны қашан да мойындап келген, ол КСРО-ға дейін де солай болған. Мысалы, 19 ғасырдағы орыс ғалымдары қазақтың жаңағы кең даласына жайылған тілі, мысалы, оның мына шетінде қандай болса, басқа шетінде қатты ерекшеленбейтінін, өзгешеленбейтінін айтып кеткен. Ол қазір де солай, шынымен қазақ тілінің бір сондай өзіндік ерекшелігі. Яғни мысалы, арқаның тілі деп отырғанымыз, оның өзі бір бөлек тіл немесе диалект деп те қарастырмайды кейбіреу, көп адам. Ол көбіне яғни жай ғана санаулы бір өзгерістер, өзіне тән бір акценттер және лексикалық бір бірліктерді ғана меңзейміз әдетте. Абайдың тілі түсініксіздеу болып келуінің себебі ол, менің ойымша, барлық қоғамға тән құбылыс. Яғни ағылшын қоғамында да менің ойымша кез келген ағылшын тілінде сөйлейтін, жастайынан ағылшын тілінде сөйлейтін, не жастайынан орыс тілінде сөйлейтін адам 20 ғасырдың басындағы әдебиетті оп-оңай түсіне береді деп ойламаймын. Яғни қайткен күнде тіл біріншіден өзгереді, екіншіден кітаптың тілі ол қайткен күнде өзіне тән бір жанрға ие қашанда. Яғни ол жанрды меңгеру керек, көбірек оқу керек, көбірек оқыған сайын адамға Абайдың да тілі, Әуезовтің де тілі түсініктірек бола түседі. Абайдың тілінде енді бір жағынан қазақ тілі ол тек арқа тілі, арқа өңірінің жаңағы
сөйленістері немесе бір ерекшеліктері негізінде қалыптасқан жоқ. Ол сондай-ақ шағатай әдеби жазба тілінің негізінде де қалыптасты. Яғни Абай көбіне сол шағатай тілінің қазақ даласына бейімделген түрінде жазды десек дәлерек болатын шығар. Жауабыңызға рахмет. Осы соңғы жылдары Disney студиясының өнімдері қазақ тіліне аударылып дубляждалып жатыр. Кинотеатрларда кеңінен қолдау тапты десе де болады. Сұранысты мысалы біз қаламасақ, оны бізге ешкім жасамайды. Бұл қадамдар қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейтуге және оның беделін арттыруға қалай әсер етті? Зор әсер етті деп ойлаймын қайткен күнде. Өйткені шынымен бізде мысалы біздің елдегі мәселе, көп адам оны қазақ тілін қалай үйретсек болады, немесе қазақ тілін қалай өзге этнос өкілдерін қазақша сөйлетсек екен, олар неге қазақша үйренбей жүр. Яғни сол үйрену деген арнаға бұрып жібереді осы тіл мәселелерінің әңгімесін. Бірақ шындығында біз мынаны да ескеруіміз керек. Біздің мемлекетте, біздің елде тұратын адамдардың басым бөлігі қазақ тілін білмейді емес. Яғни қайткен күнде басым бөлігі керісінше біледі. Басым бөлігі халықтың билингв, қазақтар болсын, басқа этнос өкілдері болсын. Бізде жай ғана керегі ол практика. Яғни бәріміз кейбір салаларда, мысалы бизнестің кей саласы, немесе сол entertainment, яғни көңіл көтеру, ойын сауық саласының кей саласы әлі күнге қазақшаланбай келеді. Біз соны түзеуіміз керек. Яғни біз қазақ тілін адамдар онсыз да үйренеді, оның методикасы да бәрі де жеткілікті. Әр адамға әртүрлі жолы бар оның. Ересек адамға да, балаға да арналған түрлі айла тәсілі бар. Бізге қазір ең керегі ол жалпы сол дағдыны қалыптастыру. Яғни белгілі бір салаларды қазақша сөйлету. Оның ішінде сол ең маңыздыларының бірі ол дубляж саласы, яғни біздің жаңағы ойын сауық саласын қазақша сөйлету керек болып тұр. Бұл яғни үлкен қадамдар деп ойлаймын. Ол бағытта шынымен өте жақсы нәтижелер көрсетіліп жатыр. Мысалы Аватар су жолы фильмі шыққан кезде 2022 жылы қазақша дубляжбен, оның өзі сол жыл үшін өте жақсы нәтиже көрсеткен. Бірақ мысалы кассалық статистиканы қарасақ, ол жерде ол қайткен күнде барлық кассаның 3%-ын ғана құрайды екен. Әрине ол жерде шетелге шыққанында ескеру керек шығар бәлкім, яғни Аватардың орысша дубляжы нақты ол тек Қазақстанда емес, ол Қырғызстанда, Өзбекстанда, Әзербайжанда көрсетіледі. Бірақ қайткен күнде 3% деген өте аз ғой. Биыл шыққан, мысалы, биыл емес, былтыр шыққан Ой жұмбақ 2 және Моана 2 сияқты фильмдер әсіресе осы рекордтарды өте жақсы жаңартты. Олар, қателеспесем, біреуі 9%-ға дейін жетті. Яғни қазақ тілінің үлесі сол бүкіл сеанстардың ішінде, сеанс емес, жиналған қаражаттың ішінде, яғни бүкіл сол прокаттан келген қаражаттың 9%-ын алса, Моана 2 қателеспесем 12%. Әйтеуір біреуі 9, біреуі 12% құрады. Бұл прогресс айқын көрініп тұр, бірақ менің ойымша біз бұмен шектелмеуіміз керек, бұған қанағаттанбауымыз керек. Әлі де біз алға жылжуымыз керек, кемі 50%-ға дейін жеткізуіміз керек деп санаймын. Рахмет. Осы анимациялық фильмдер, осы негізгі аудиториясы бұл балалар. Балалар мысалы тілді үйренуде өзінің ортасына, ата-анасының қарым-қатынасына тікелей содан белсенді және соған тәуелді. Өзінің ортасына байланысты ол қай тілде сөйлеуін таңдайды. Осы дубляждың қазақ тілінде шығуы балалардың соны түсінуіне қаншалықты ықпал етеді? Негізі сіз өте маңызды мәселені айттыңыз деп ойлаймын. Өйткені мысалы бізде дубляжды, бірінші кезекте дубляжды балаларға арналған контент дубляждаған ол шынымен дұрыс дүние шығар. Өйткені ол қызығырақ және шынымен негізі отбасылар олар нарықта өте жақсы тұтынушылар деп саналады. Яғни баласына бірдеме алып береді, балаларға арналған өнімдердің бағасын көтеріп жіберу оңай, мысалы сатушылар үшін, кәсіпкерлер үшін де қашанда. Осындай бір маркетингдік айла тәсілдердің бірі бұрыннан белгілі. Және мысалы Еуропа елдерінің көбінде де барлық келіп жатқан фильмге, шетелдік фильмге дубляж жасалмаса да, көбінде кемі балаларға арналған сол анимациялық фильмдерге дубляж жасалады. Қашанда. Франция болсын, Германия болсын, басқа елдер болсын. Бірақ мына нәрсе де маңызды. Біз қайткен күнде онымен
тағы да шектеліп қалмауымыз керек. Яғни Жұлдыз Смағұлова есімді социолингвист бар, өте маңызды үлкен ғалым, қазақтың қазір КИМЭП университетінде жұмыс істейді. Сол кісінің мысалы зерттегені ол қазақ тілін baby talk деп қабылдау деген мақаласы бар, 2016 жылы жарияланған сияқты, қателеспесем. Соның ішінде ол бірнеше отбасын зерттеп көрген, оларда тіл қалай жүретіндігін, олардың яғни барлығының шағынатындығы ол яғни мен балама қазақша сөйлеймін, балама қазақша сөйлеп келдім, қазақша үйретіп келдім бала кезінен, ертегі оқыдық қазақша, айттық бүйттік, бірақ ол өсе келе бәрібір орысша сөйлеп кетті деп шағынады екен. Содан Жұлдыз ханым оның барлығын зерттеп көрген, сөйтсе ішінде кәдімгідей анықтауға болатын бір үрдіс, енді сол кісінің зерттеген жаңағы шағынып отырған делік отбасылардың ішіндегі үрдіс ол кісілер балаға әрине басым бөлігі балаға айтатын әңгімесі шынымен қазақша, яғни тұр, отыр, жаңа ертегілері, жырлары, бесік жыры, неше түрлісі қазақша. Бірақ өзара ересектер сөйлесетін, қолданатын тіл ол орыс тілі екен. Яғни байыпты, салмақты дүниелерді олар талдаған кезде, талқылаған кезде қайткен күнде орыс тіліне көшіп кетеді екен. Бала тілді мектептегідей немесе оқу орталығындағыдай үйренбейді ешқашан. Бала тілді жай ғана қайталау арқылы, имитация арқылы, мимикрирование арқылы үйренеді, сондықтан балаға бірінші кезекте жақсы үлгі көрсету маңызды. Балаға тіпті түгел орысша сөйлеп керісінше, өзара ересектер қазақша сөйлесе, онда керісінше ана бала ақыр соңында бәрібір қазақша сөйлейтін адам болып шығар еді. Яғни бастысы біз балаға арналған дүниелерді ғана қазақшалап, оны сол баланың тілі деңгейіне ғана түсіріп тастамауымыз лазым. Біз яғни оның барлығын ендігі кезекте менің ойымша сол дубляжбен, дистрибьюторлікпен айналысып отырған компаниялар менің ойымша ересектерге арналған фильмдерді, кәдімгідей ересектерге арналған дегенде, яғни жалпы фильмдерді дубляждау керек деп санаймын. Тек балалар фильмін емес. Яғни мысалы Барби мен Оппенхаймер сияқты маңызды кино туындылары қазақ тіліне дубляжданбай қалғандығы ақыры 2023 жылы ол жеке өзім үшін үлкен ұятты нәрсе болды. Мысалы Оппенхаймер фильмінде жаңағы атом бомбасының зардабы талқыланды. Оның барлығы қазаққа таңсық дүние емес, қазаққа өте таныс бір дүниелер. Біздің менің ойымша қоғам оған өзінің айтары бар еді. Барбиде де өте маңызды экзистенциялық немесе гендерлік теңдікке қатысты маңызды мәселелер көтеріледі. Менің ойымша ол да қазақша талданғанда, қазақша талқыланғанда менің ойымша ол нұр үстіне нұр болар еді. Бірақ ол сол ақыры болмай қалды. Менің ойымша біздің алдағы міндеттеріміздің бірі дубляждың қарасын көбейту және оның ішінде балалар контентіне шектелмеу. Жауабыңызға рахмет. Мен бір европалық карталарды қараған кезде қазақ жері Касаки Тартари деп аталып ерекше солай белгіленген екен. Бүгінде мысалы шетелдік Оксфорд секілді беделді университеттер қазақ тілін оқытады деген жаңалық шыққанда бәрі таңғалып шулаған болатын. Осы қазақ тілінің өзгелер үшін тартымдылығы неде? Шетелдік зерттеушілер қазақ тілі туралы қандай тұжырымдар жасайды? Меніңше біз бұл жерде мына нәрсені ескеруіміз керек. Мысалы біз өзіміздің елімізде әрине жаңа КСРО-ның мұрасы ретінде, сол тілдік теңсіздік аясында талқылаймыз ғой көбіне тілді, яғни қазақ тілі енді кей салада кенже деген сияқты, оны дамытуымыз керек, сол кей саланы қазақша сөйлетуіміз керек деген, яғни проблематика тұрғысынан талқылаймыз қашанда қазақ тілін, яғни қазақ тілінің мына жері жетіспей тұр, соны толықтырайық, мына жері жетіспей тұр, соны жетілдірейік деген сияқты. Ал қайткен күнде біз адам ретінде менің ойымша қолымызда бар нәрседен гөрі жоқ нәрсені байқауға бейімбіз. Яғни бар нәрсенің қадірін біле қоймайсың. Бірақ негізінде әлем контекстінде қарайтын болсақ, яғни қазақ адамның тұрғысынан емес, жалпы әлем тұрғысынан қарар болсақ, қазақ тілі үлкен тілдердің бірі болып саналады. 70-ші орында, ал ол негізі өте жақсы, өте қауіпсіз позиция, яғни қазақ тіліне өшу қаупі төніп тұр деп біреулер айғайлап жүрген кезде, мысалы, ол таза өтірік, ондай бірде-бір рет болған да емес тарихта, ондай сәт. Қайткен күнде, яғни индустриализацияланған қоғамның, үлкен бір мемлекеттің тілі, ол тілде телевизия жұмыс істейді, ол тілде ғылым жұмыс істейді, сондықтан ол тілге қауіп төніп тұрған жоқ. Ол, яғни шынымен шетелдіктер үшін ол қажеттілігі сода деп ойлаймын. Әрине, мысалы, орыс тілі
ол да біраз жерге шетелдік ғалымдар үшін, шетелдік тыңшылар үшін, бәлкім білмеймін, шетелдік яғни сондай сыртқы істерде жұмыс істейтін қызметкерлер үшін, дипломаттар үшін ол да біраз есікті ашатын шығар. Бірақ қазақ тілі де соның ішінде біраз мүмкіндікті оларға негізі береді және олар оны біледі. Менің ойымша ол соның көрсеткіші. Яғни біз тіліміздің жаңағы көбіне олқылықтарын, яғни бір жетіспей тұрған жерлерін талқылап кете беретіндіктен өзіміз оның керісінше жетістіктерін байқай қоймауымыз мүмкін, немесе онсыз да бар бір артықшылықтарын. Мысалы Apple компаниясының өзі жаңағы iOS-қа 33-ші тіл ретінде 30-ақ тіл мысалы айналдырған. Соның 33-шісі ретінде iOS жүйесінің тілі ретінде қазақ тілін енгізгені, ол да маңызды көрсеткіш. Олар да жынды емес қой, айдаладағы бір тілді енгізетін. Олар нарықты зерттейді, барлығын ескереді, яғни бұл керек тіл ме, интернет кеңістігінде қолданылып жатқан тіл ме, жоқ па, соның барлығын зерттеп, зерделеп келе, олар салмақты шешімге келеді. Сол салмақты шешімдерінің бірі қазақ тілін iOS жүйесіне енгізу болды мысалы. Ол яғни менің ойымша қазақ тілінің нарық деңгейінде де біз байқамасақ та қайткен күнде сұранысқа ие екендігін көрсетеді. Жауабыңызға рахмет. Қазақ Бабл жобасы қоғамның көңілінен шыққан бір жоба болды деп ойлаймын. Әлі де үлкен жетістіктерді бағындырасыздар. Мен өзім ылғи қарап отырамын, үлкен ақпараттар ғылым жағынан болса да, өзіме жаңа бір ой түйіп отырамын. Осы жобаны бастау алдында, даму кезеңінде қандай қиындықтармен бетпе-бет келдіңіздер? Мысалы, бір подкаст айттыңыз ғой, филолог, мысалы, маман емес адамдар сын айтып кетеді сөздерге, соған қалай қарсы тұра алдыңыздар? Көп рахмет сұрағыңызға, көп рахмет қолдап жатқандарыңызға, шақырып жатқандарыңызға. Жалпы бұл біз үшін зор мәртебе, зор құрмет. Өзім бұрыннан естіп жүрмін осы мектептеріңізде жайлы. Өте қуанып отырмын бүгін келіп отырғаныма. Бізге де үлкен мәртебе сіздің қолдап келгеніңізге. Рахмет. Сол біздің жобамызда енді махаббаттан, сондай бір ерекше ғылымға, өзіміз зерттеп жүрген дүниелерге деген махаббаттан туған жоба деп ойлаймын. Сондықтан енді көп қиындық байқалмай өтіп кетті деп ойлаймын. Көбіне енді шынымен өзіңіз дұрыс байқап өткендей, бізде жаңағы қоғамда неше түрлі алып қашпа әңгіме көп. Ол кез келген қоғамда да бар. Қайткен күнде яғни мына сөз мынадан шыққан екен, ол жаман сөз екен, немесе мына сөздің орнына мына сөзді қолданайық деген сияқты. Ондай қауесет, неше түрлі жүрдім бардым дүниелер қоғамдарда кездесе береді, және мен өзім лингвист болғандықтан соң бәрін зерттегендіктен лингвистика саласында жүрмеген, яғни басқа салада жүрген адамдарға соны қызық тілмен, жалпақ тілмен жеткізіп көргім келді. Яғни негізінде мынау біз ойлағандай қарапайым дүние емес екен, бұның артында мынандай қызық дүниелер бар екен деген сияқты көрсеткім келді. Яғни сол бір жағынан лингвистика ғылымының байлығын, екінші жағынан қазақ тілі жайлы ғылыми тексерілген, факт-чектен өткен ақпаратты бергім келді. Бұл сондай бір біздің жоба. Ішінде яғни қиындық дегенде енді сондай бір айтарлықтай қиындыққа тап бола қоймаппыз. Кейде адамдар түсінбей жатады, бірақ оларға біз түсіндіріп беруге қашанда дайынбыз. Рахмет. Латын әліпбиіне көшу мәселесі бірнеше рет көтерілді. Осы латын әліпбиінен бөлек жасанды интеллектте қазақ тіліне деректерді жинау өзекті болып жатыр. Осы AI жүйелерінде, жасанды интеллектте қазақ тіліне деректерді енгізу барысында бізге қабылдау кезінде қандай қиындықтар болуы мүмкін? Жобалардың сапасы үшін қандай іс-шаралар қолдану керек? Өйткені біз өзіміздің қазақша ол түсінеді, жақсы жауап бере алатын, мысалы ChatGPT-ді мысалға алатын болсақ, бірақ та кейбір мысалы әдеби жағынан болатын болса да, сөйлемнің құрылымы, оны түсіну, қазақ тіліне келтіру жағынан бізге қиындық тудыруы мүмкін ба? Адамдардың қабылдауына сұрақтарын қойған кезде түсінбей қалуы мүмкін. Жалпы бүгін енді біз тағы да менің ойымша геосаясат мәселесіне келдік. Өйткені осы жасанды интеллект шыққалы ағылшын тілі бұрын соңды болмаған басымдыққа ие болды. Өйткені ол тіпті басқа Еуропа тілдерінің өзін ығыстырып тастады десе болады. Көбін кәдімгі толыққанды түбегейлі жоқ қылып жіберді десе болады. Яғни жасанды зият деңгейінде 90%-дан астам бөлігі оның, қателеспесем, жаңағы ең үлкен біздегі әлемдегі және ең сапалы language models, тіл модельдері, үлкен тіл модельдері
қайткен күнде 90%-дан астам бөлігі ағылшын тіліндегі материалға негізделген. Оның ішінде жаңағы халықаралық делінетін неміс, француз тілдерінің өздерінің үлесі өте төмен, орыс тілінің үлесі төмен. Және ол жерде шынымен қазақ тілінің сол біз енді КСРО-да яғни көрдік қой, бір тілге жаңағы есемізді ма қалай беріп қойып отырғанның үлкен салдары, ол неге алып келіп соғатын. Яғни орыс тілінің біз жаңағы пайдасын көрдік, менің ойымша КСРО тұсында, индустриализация тұсында, бірақ оны жаңағы мөлшерін ескермей қалып, біз оны түбегейлі жаңағы көп салада басымдыққа қойдық. Ендігі кезекте менің ойымша ағылшын тілі де ол да бір жаңағы бейтарап тіл емес, ол да белгілі бір мемлекеттердің кәдімгідей ұлттық мемлекеттік тілі, ол қайткен күнде біздің ана тіліміз емес, біздің бір бізбен үш қайнаса сорпасы қосылмайтын басқа шетелдік тіл, иә. Сондықтан ол жерде яғни біз ағылшын тіліне де қазақ тілінің есесін беріп қоймауымыз керек шығар. Сондықтан шынымен қазақ тіліндегі үлкен тіл модельдерін біз қалыптастыруымыз керек. Ол да өте маңызды дүние. Ол ақпарат әлемінде менің ойымша қазақ тіліне аз да болсын бір салмақ бере алатын дүние деп ойлаймын. Яғни өзіңіз айтқандай, шынымен кей тұсын қазақ тілінің ол ағылшын тіліндегі модель болғандықтан түсінбей қалуы мүмкін. Басқаша интерпретация жасау мүмкін. Иә, жалпы мен үшін бұл әлі де үлкен жұмбақ тақырып. Мен бұны көбірек зерттегім келеді. Яғни ол шынымен қандай нәтижелерге, қандай салдарлар әкеп соғуы мүмкін екенін. Өйткені екінші жағынан өзіңіз айтып отырғандай ChatGPT-дің шынымен күннен күнге қазақшасы да, яғни ол аударма арқылы жұмыс істейді ғой, яғни ол қазақша жазсаңыз, ол дәл сол сәтте, дәл сол мезетте оны ағылшын тіліне аударады, сізге ағылшын тілінен ақпаратты береді де, оны қайтадан сізге қазақ тіліне өте сапалы, өте жоғары деңгейде аударып сізге береді соны. Аудио нұсқасы да шықты ғой, өте жақсы сөйлейді. Өте жақсы сөйлейді. Мен бір мін тағалмайды екен шыны. Кейде ғана бір ақау береді, бірақ дәл сондай ұқсас ақауларды ол маған ағылшын тілінде де береді шындығында. Сондықтан ол мен үшін ол дилеммалардың бірі. Яғни ChatGPT-дің өзі сондай сапалы болса, оның аудармашысы сондай сапалы болса, онда яғни шынымен бір құны мен пайдасының арасында бір компромисстер жасауымыз керек шығар. Рахмет жауабыңызға. Лингвистердің айтуы бойынша, сіздің YouTube каналдағы ақпараттардың айтуы бойынша, ең бай немесе ең қиын тіл жоқ. Әр тілдің өз ерекшелігі бар. Өзіңіз айтқандай, мысалы сөздік қоры жағынан біз оны өлшей алмаймыз. Қазақ тілін білетін адамдар үшін біз айтамыз, түрік тілдер өте оңай меңгеріледі. Осы қазақ және басқа түркі тілдеріне ұқсас қандай тілдерді тез меңгеруге болады? Тілді меңгеру өте ол да енді менің ол лингвистиканың ішінде негізі жалпы тар бір бөлек бір сала, ол жаңа second language acquisition, яғни екінші тілді меңгеру бағыты, ол да бір бөлек бағыт, ол жақта жұмыс істейтін бөлек мамандары бар жеке, сол арнайы тар недегі спецификалық бір бағытта жұмыс істейтін. Мен енді білетінім жалпы лингвистикалық білімде оны да яғни қамтиды. Одан енді білуімше тілдердің туыстығы да, басқасы да сондай бір қатты әсер етпеуі мүмкін. Ол жерде жалпы сол тілдегі сапалы дүниелердің бар жоғы және жалпы үйреніп жатқан адамның өзінің ықыласы, қадір-халі, соның барлығы әсер етеді. Яғни жасы да әсер етуі мүмкін. Сол сияқты басқа факторлер қайткен күнде көбірек әсер ететін сияқты. Яғни түрік тілі мысалы қазақ тіліне қанша жақын болғанымен, оның өзі қайткен күнде бөтен тіл, оны біз қайткен күнде меңгергенде кей тұсында қиналуымыз мүмкін. Және кейде негізі тілдің қатты ұқсас болғандығы кедергі де келтіруі мүмкін. Өйткені сіз мысалы ұқсас сөздерді көріп тұрсыз, бірақ оның мағынасы өзгеріп кеткен болуы мүмкін түрік тілінде. Яғни мағынасы қайткен күнде басқа. Ол керісінше сізді шатастыруы мүмкін. Ал ондай мәселе, мысалы сіз мүлде алыс, мүлде қашық, сізге бейтаныс тілдерді үйреніп жатқан кезде болмауы мүмкін, туындамауы мүмкін ондай мәселелер. Мен өзім жеке түрік тілін үйренгенде сол тұста біраз қиналамын деп айта аламын. Яғни керісінше ұқсас сөздер көп, бірақ олардың мәні бізде басқа бағытта дамыған, түрікте басқа бағытта дамыған, содан сәл шатасып қалуы мүмкін. Ал осы тіл үйренуде қалай дұрыс үйрену керек? Мысалы бізге практика керек дейді, бірақ сол практиканы қай жағынан дұрыс жасау керек? Меніңше дұрысы ол қайткен күнде
практиканы енді қашанда көбейту, ол бірінші кезекте сөйлей беру, жаза беру және сол тілде жастайынан сөйлейтін адамдармен сөйлеп көру, керек жерінде сұрап отыру, яғни практика, білмеймін, тек практика дер едім. Яғни мысалы қазақ тілін үйреніп жүрген адамдардың өзіне де айтармын, сол көбіне бірталай адамды кездестіргем, олар яғни қазақша сөз жаттап жүреді, айтып кетіп жүреді, бірақ олар өмірде бәрібір орысша сөйлей беретін болса, ары қарай оның менің ойымша дымда мәні жоқ. Сен Қазақстанда тұратын болсаң, айналаңда кілең толған қазақ барда біреумен қазақша сөйлес, Құдай үшін. Өзіңе жаңа достар тап. Егер сенің достарың түбегейлі үзілді кесілді қазақ тіліне көшпеймін, мүлде оны қолданбаймын, қолдану білмеймін деп тұрса, қырсығып, онда өзіңе жаңа достар тауып көр, қазақша сөйлейтін. Яғни мысалы, сондай әртүрлі батыл қадамдарды бұл өмірде жасау керек деп санаймын адамдар. Егер шынымен тілді кемеліне жеткізгісі келсе. Жауабыңызға рахмет. Біздің подкастымыз Ой таста деп аталады. Осы подкасттың қорытынды сөзі, түйіні ретінде көрермендерімізге қандай ой тастар едіңіз? Вау. Меніңше ең бастысы біздің қоғамда және кез келген қоғамда біз мысалы бүгінгі таңда көп жаңағы кеше ғана Трамптың 20 алдың күні Трамптың инаугурациясы болды, Америкадағы түрлі мәселелерді талқылап жатырмыз, бүкіл әлем болып, соған шошып қорқып, неше түрлісін айтып, осы мәселенің барлығында біз қайткен күнде сол әлемде болып жатқан нәрселерді, соның барлығын тамырын басып жүруіміз керек шығар. Және ең бастысы оның бәрінен біз алатын маңызды сабақ, ол қоғамда бір-бірімізді тыңдай білу маңызды шығар, құлақ аса білу. Яғни қазір менің де көріп отырған үрдіс өте қорқынышты үрдістердің бірі. Мысалы, TikTok болсын, Instagram болсын, олардың алгоритмдері өте қу. Яғни сізге мысалы біз бір видео көрсеңіз, сізге шығатын пікірлер маған шығатын пікірлерден бөлек. Яғни барлығы дәл сол видеоның астында шынымен жазылған 1000 пікір болса, сізге оның 50 бөлігі, маған басқа 50-і шығады мысалы. Ол маған, яғни барлық адам мен сияқты ойлайды екен ғой, сізге барлық адам мен сияқты ойлайды екен ғой деген сияқты бір қате жаңсақ пікірді қалыптастыру мүмкін. Ал негізінде қоғамда әртүрлі ойлар бар, әртүрлі баблдар бар, солардың барлығын ескере жүруіміз керек, біле жүруіміз керек, өзара диалог құра білуіміз керек. Және диалогтен ешқашан қорықпауымыз керек деп санаймын. Мен сол, яғни қоғамда қашанда бір-бірімізге құлақ аса білейік, бірімізді тыңдай білейік, пікірімізді ескере білейік, пікір алмаса білейік деп ой тастар едім. Рахмет. Уақыт бөліп бүгінгі подкастымыздың қонағы болғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Біздің де көрермендеріміз өздеріне зерделі ой түйді деген ойдамын. Алып қосар ойларыңыз болса, бөлісе кетіңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.